Оңтүстік Еуропаны шарпыған аптап ыстық салдарынан орман өрті өршіп барады. Франция, Испания мен Италияда тілсіз жау басылмай, мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Францияның оңтүстік батысындағы Жиронда департаментінде түнде 10 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Аймақта 2000 гектардан астам жер күлге айналды. Бейсенбі таңдағы мәлімет бойынша тілсіз жауды ауыздықтауға 500 өрт сөндіруші мен қосымша авиация да көмекке жіберілді. Апатпен арпалыс кезінде Бордода 2 өрт сөндіруші қаза тапты. Италияның Сицилия аралында да жағдай мәз емес. Мұнда апатпен күрескен мыңдаған құтқарушы жұмылдырылды. Жергілікті биліктің хабарлауынша, сәрсенбіге қарай аралда тіркелген 344 өрт ошағының 300-і сөндірілген. Өкінішке қарай бұл жақта да адам шығыны бар. Сан-Катальдыдағы өртті сөндіру кезінде бір құтқарушы көз жұмды. Испанияда да жағдай күрделі. Мадридтің оңтүстік батысында ірі өрт ошағы тіркелді. Бұған дейін Испания астанасының теріскейіндегі Гвадалахара провинциясында тілсіз жау 32 мың гектар алқапты шарпыған болатын.